Сайрамдағы нөмірі 3-ші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде ұлттық спорт түрлері бөлімі ашылды. Аудан жастары мұнда қазақтың ұлттық ойындары көкпар, аударыспақ, теңге ілу бойынша дәріс алып тәжірибе алмасады. Сонымен қатар бұқаралық спортты дамыту мақсатында Арман Арена кешенінде бой көтерді. Толығырақ өңірге сапарлатып қайтқан арна тілшісі тарқатып айтады. Сайрам ауданындағы нөмірі 3-ші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде ұлттық спорт түрлері бөлімі ашылды. Қарасу ауылдық округі Ақбай ауылында орналасқан спорт бөлімінде көкпар, аударыспақ, теңге ілу ойыны бойынша жарыстарға дайындайды. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламасы аясында аудан жастары спорт түрлерін дамыту бойынша ұлттық ойындарды дәріптеп келеді. Осы жерде шілдеден бастап турнир өткізіп жатыр. Аптасына 5 рет, 3 күн атпен, 2 күн залда. Жетістіктер қалай жалпы? Кеше Сайрам 90 жылында 2-ші орын алдық. 5-6 жыл болды. Ат мініп шауып жүргенімізге. Көкпар шауып атқанымыз 5-6 жыл болды. Көкпар қазақтың ұлттық ойыны. Айта кетейік, Сайрам аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі қажетті жайды кәсіпкер Диас Мұхтар есімді азаматтан қоражаймен қоса 15 жылқыны жалға алған. Ұлттық спорт бөлімшесі 2018 жылдың шілде айында ашылған болатын. Қазіргі таңда 3 спорт түрі бойынша 3 жаттықтырушы жұмыс атқарып, 60-қа жуық жасөспірім балаларды ақысыз түрде дайындайды. Ұлттық спорт түрлерін дамыту бойынша, ұлттық спорт түрлері бойынша мектеп ашу жоспарлануда. Болашақта болып қалады деген ойдамыз. Одан ары кеңейтіп, және мұнау қыз қуу бар, жамбы ату, сол түрлерінде аштық па деген ойдамыз. Қазір таңда сол бойынша жұмыстар жүргізілді. Аттың санында мына келесі жылға біз тағы да 5 ат қосып 20 ат қылсақ па деген жоспарымыз да бар 2019 жылдан бастап. Сонымен қатар ауданда спорт саласын дамыту бойынша Арман Арена спорт кешені ашылды. Аталған кешендік жеке кәсіпкер Нұрғали Тәжібаев жеке қаражаты есебінен салған. 2017 жылы құрылысы басталған нысан 2018 жылдың қыркүйек айында пайдалануға берілді. Заманға сай жабдықталған спорт кешенінде футбол және кіші футбол түрлері бар. Өңір кәсіпкерлері спорт саласын дамуына үлес қосуда. Салтан Дұрсымбек, Руслан Насиров, Нар Ньюс.